Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дастарханның көркін ашатын, көп уақытты қажет етпейтін, өте жұмсақ болып шығатын самсаның рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең әуелі ол үшін ұнымызды електен өткізіп алып, алдын ала дайындап аламыз. Үстіне салқын сары майды қосып, үккіштен өткізіп, немесе қолымызбен езіп, осылай крошка жасап аламыз. Яғни сары майымыз бен ұнымыз араласып, бір-біріне сіңуі қажет. Мінекей барлығын қолымызбен араластырып алдық. Бізде осындай ұсақ крошкалар дайын болды. Енді бөлек ыдысымызға салқын суымызды құйып аламыз және тұзымызды саламыз, бір жұмыртқаны саламыз. Содан соң үстіне алма уксусынан бір шай қасықтың көмегімен қосып, салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді осы дайын болған суымызды шетінен қоса отырып, бағанағы ұнымызға қосып, барлығын осылай жақсылап араластырамыз. Басында осылай қасықтың көмегімен, кейіннен қолымызбен жұмсақ қылып қамырымызды илейтін боламыз. Бізге қолға жабысатын жұп-жұмсақ болу қажет қамырымыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ болып шықты. Дәл осылай домалақтап алып, маечкаға салып, холодильникке жарты сағат көлемінде қалдыратын боламыз. Құрамына қажетті заттарды толықтай описание бөліміне жазып қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін фаршқа немесе тауықтың етіне пиязды кубиктап турап саламыз. Содан соң қалауларыңыз бойынша картошканы саламыз. Татымына қарай тұзымызды, қара бұрышымызды және сұйық майымызды құйып жібереміз. Құрғақ болмас үшін жақсылап қасықпен немесе қолымызбен мыжғылап тұрып, жақсылап біріктіріп, араластырып аламыз. Мінекей бізде начинкамыз дайын болды. Енді бағанағы қамырымызды аламыз. Кішкене қамырымыз қолға жабыспайтындай болды. Үстіне енді ұнымызды себе отырып, осылай бөліктерге бөлеміз. Мен таразымен өлшеп 35-40 граммнан өлшеп алдым. Барлығын осылай домалақтап, дәл видеодағыдай өлшеп дайындап алатын боламыз. Қолға жабысатын қамырымыз жұмсақ болады. Сондықтан осылай ұнға кішкене аунатып алғандарыңыз дұрыс. Барлығын домалақтап форма жасап болғаннан кейін шетінен ала отырып, осылай оқтаудың көмегімен жайып алатынбыз. Қатты қалың емес, немесе жұқа емес, орташа қылып жаямыз. Енді арасына начинкамызды салып, мінекей дәл видеодағыдай түйетін боламыз. Алдымен екі шетін жабыстырамыз, одан соң тағы екі шетін жабыстырып, ортасына осылай түйіп қоятын боламыз. Қайталап көрсететін боламын. Видеода барлығы түсінікті, асықпай қарасаңыздар болады. Осылай барлығын домалақтап алатын боламыз. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қазақша контенттің дамуына үлес қосып, өз пікірлеріңізді қалдырып өтсеңіздер болады. Барлығын түйіп алғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Сол кезде жылтырап, керемет, әдемі болып шығатын болады. Міндетті түрде осылай жасаңыздар. Енді бетіне қалауларыңыз бойынша күнжіт немесе мак сеуіп осылай сәндеп шығатын боламыз. Пешімізді осы уақытта алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста қызарып піскенше салып аламыз. Мінекей достар, осымен біздің самсаларымыз дайын, өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Егер де дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, қалай шыққанын, қалай болғанын барлығын комментарий бөліміне қалдырып өтуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.